бәріңе сәлем. Суық түскенде лимон таптырмас өнім болып табылады. С дәрумені иммундық жүйені нығайтады. Хош иісі жігерлендіреді, ал шай мен лимон қосылған бәліш әсерін күшейтеді. Ашық сары жемістер алғаш рет 19 ғасырда айтылған және Үндістан, Қытай және Тынық мұхиты тропикалық аралдарынан шыққан. Бүгінгі таңда лимон субтропикалық климаты бар елдерде кеңінен өсіріледі. Жыл сайын әлемде 14 миллион тонна лимон жиналады екен. Көптеген жемістер сияқты лимон көктемде гүлдеп, күзде жеміс береді. Лимонның адам ағзасына тигізер пайдасы: 100 грамм лимонның құрамында 29 калория бар. Егер сіз лимонды қантпен бірге тұтынсаңыз, онда калория мөлшері 209 калорияға дейін көтеріледі. Егер сіз лимон, зімбір және бал қосылған су немесе шай ішсеңіз, онда әр стакан сіздің рационыңызға 60 калория қосады екен. Ароматерапияда лимон майы бас ауруы, мазасыздық, жаман көңіл-күй, депрессияға қарсы қолданылады. Лимонның жүрек денсаулығы үшін инфаркт қаупін азайтады. Холестеринді төмендету, қаназдықпен күресу сияқты пайдасы ғылыми дәлелденген. Лимондар бүйрек тастарымен күресуге көмектеседі екен. Ол үшін күніне жарты стақан лимон шырынын ішу қажет. Лимонның эфир майы және ақ бөліктерінде болатын заттардың жоғары концентрациясы жануарларға жасалған зерттеулерде ісікке қарсы әсері бар екендігі анықталған. Ал лимонның салмақ жоғалтуға тигізетін пайдасы асыра сілтеушілік екен. Лимон құрамындағы пектин сізге қаныққандықты сезінуге көмектеседі. Бірақ ол әдетте жеуге болмайтын ақ бөлігінде болады. Сондай-ақ қабығында болатын полифенолдар салмақ жинауды азайтуға әсер етеді. Алайда бұл зерттеу тышқандарға ғана жүргізілген. Достар, лүпіл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Және де осы видеоны WhatsApp-тағы достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.